Армысыздар, құрметті тойшы тобын, міне Алланың қалауымен бүгін барлықтарыңызға белгілі Орал ауылында ұланасан той дәулет келген деп жатыр. Құрметті ағай, ендіме жай сөйлеп тұрған себепті барлықтарыңыз біліп тұрсыздар. Сіздерде жаймен шапалақ ұрсаңыздар, той құтты болсын деп. Бәрекелді. Келбет. Енді жаңа айтқандай құрметті қонақтар, құрметті тойшы тобын, біздің ауылымызға жақында құда түсті қырғыз атты қандасымыздың қайын жұрты, яғни Қабыр ауылы көрісіп келіп жатыр. Алдымен Қабыр ауылын қошемет құрметпен ортаға шақырайық, сіздермен баршаңызбен әдемі көз қағысып көріссін деген ниет. Қабыр ауылы ортаға кетті. Қабыр ауылы. Қабын ауылынан келген құдалар, жаңа құдаларымыз, Қабын ауылынан келген құдалар. Сіздер ме? Бәрекелді. Қабын ауылының құдағайлары, құдашылары бір шеттен бастап барша қонақтармен көрісіп шығуға рұқсат. Бәрекелді. Жыл құтты болсын. Жылдан жылға аман-есен жете берейік. Әз-наурыз құтты болсын. Алла тағала осы тәуелсіз күнімізден айырмасын. Еліміз аман болсын ағайын, жұртымыз тыныш болсын. Жанымыз сау болсын, малымыз көп болсын, қазақ елі бай болсын. Бәрекелді, Қабын ауылы көрісіп жатыр. Қош келдіңіздер, Қабын ауылынан келген құдашаларымыз, құдағайларымыз. Енді құрметті ағайындар, бүгінгі біздің ауылымызға жаңадан келіп жатқан құдаларымыз Жана ауылы. Жана ауылы осында ма? Жана ауылы келді ма осында? Бәрекелді. Жана ауылы, қош келдіңіздер, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Енді барлықтарыңызға белгілі ғой, бұл той негізі 9 ай бұрын өткен той. Бүгін енді жастардың тойы. Енді Алланың қалауымен осы Зәуреш анамызға Алла разы болсын, балдардың тойын жасап беріп жатырған. Енді карантин басында Аллаға шүкір тезірек бітсін деген ниет бар. Енді Жана ауылы қош келдіңіздер, барша ағайын туғамен, дос-жаранмен көз таңысуға рұқсат. Жана ауылына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар! Бәрекелді, Жана ауылына рұқсат көрісуге кетті. Шеттен бастап барша ағайынмен көрісуге. Жана ауылына келген болалар, көз таңысып көрісуге рұқсат. Баршаға наурыз мейрамы құтты болсын. Аман. Көрмейсің ғой. Бәрекелді, керемет. Құрметті ағайындар, көрісіп, төс қағысып көрісіп болсақ, енді орындарымызға жайғасуға рұқсат. Қазір мен орындарыңызды атап өтетін боламын. Жоғарыда жайылған сол жағындағы бірінші жайылған ақ дастархан ауылымыздың үлкендері, бірінші жайылған ақ дастархан. Келіңіздер, сыйлы орындарыңызға жайғасыңыздар.
Екінші, үшінші жайылған Дастархан қыз алысып қыз беріскен құдалар. Және де Табын ауылынан келген құдалар. Екінші, үшінші байырғы құдалар. Табын ауылынан келген құдалар. Екінші, үшінші жайылған Дастарханға келді. Қасыңызда 4-5 нағашылар, барша нағашылар. Мен осы ауылға нағашымын деп келген нағашы жиен бөле. 4-ші, 5-ші жайылған Дастарханға келіп жайғасыңыздар. Жарауылы, жаңа меруерт келіндеріңіздің ағайындары 8-ші жайылған Дастарханға келіңіздер. 8-ші жайылған Дастарханға жаңа құдалар, әулеттің қайын жұрты, Жарауылы, баршаңызды 8-ші жайылған Дастарханға шақырамыз. 8-ші, 4-де жайылған 8-ші Дастархан, Жарауылы. 6-7-ші жайылған Дастархан, аға жеңгер, аға жеңсер, қыз күйеу, ірі келіндер, барша ағайындар. 8-ші жайылған Дастархан, жаңа құдалар, Жарауылы. 9-10 кең құрылыс сервис, ата-ана ұжымдастары. 9-10 ұжымдастар. Марқұм әкемізбен Дәулет жағамыздың ұжымдастары, кең құрылыс сервис. 9-10-ші жайылған Дастархан, 11-ші жайылған Дастархан, Дәулеттің ұжымдастары, спорт бөлімі. Спорт бөлімі 11-ші жайылған Дастархан, 12, 13, 14 Дәулет пен меруерттің құрбы құрдастары, достары, группаластары, сыныптастары, былайша айтқанда роднойлар 12, 13, 14 жайылған Дастархан. Дәулеттің кісінің құрдастары 12, 13, 14 келіңіздер жайғасыңыздар. Келіңіздер, тұрмаңыздар, құрметті ағайындар, орындарыңызға жайғасыңыздар. Тақтан бір айтылып өтем, 1-ші жайылған Дастархан ауылының өткендері, 2-3 байырғы құдалар, және де Табын ауылынан келген құдалар, 4-5 барша нағашы жиен бөле, 6-7 аға жеңгер, апа жезде, қыз күйеу, іні келін, 8 жаңа құдалар, жаңа ауылынан келген құдалар. Бәйгені қошеметтеріңіз! Армысыздар үлкендер, ассалаумағалейкум, баршаңызға әз-наурыз құтты болсын. Бүгін міне Алланың қалауымен Дорал ауылында olan асыр той Дәулет келді келіп жатыр ағайындар. Сіздер что-то Дәулет тойы болды, өтіп кетті деп менсінбей отырған жоқсыздар ма? Дәулет үйленгенге 9 ай болса да, бұлай барша достарын, барша ағайындарды Кеңсарайға жинап алғашқы рет той беріп жатыр. Бүгін Дәулет алғашқы рет үйленіп жатыр деп есептейміз. Сол себепті давайте бір жақсы позитивпен бір ойға келгендей көңіл күйде кәне бір шабаланып алайық. Рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, мен көп созбаймын. Дәулет сыртта өзі не болса да жаңа қобалжып тұр. Мен көрдім, қасында Алмас егі бар, екеуі кәдімгідей қобалжып тұр. Ол жігіттерді жақсылап келіндеріңізбен кіргізетін, келін кіргізетін Жазира ханымды және де би ансамблін ортаға шақыратын боламыз. Сіздерден әдемі қошемет болса әдемінде. Ендеше кеттік ал. Thank you.
алғашқа жиналған қонақтар, бүгінгі салтанатты неке қию рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Ендеше Қазақстан Республикасының азаматтары күйеу жігіт Дәулет және қалыңдық Меруерт сіздердің қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Құрметті күйеу жігіт пен қалыңдық, осынау зәулім сарайда бүгін сіздердің некелеріңіз қиылып, болашаққа қол ұстасып, бірге танысып отыр. Қымбатты жас-жұбайлар, бүгін сіздер үшін ең маңызды да ең бақытты күн. Ендеше заңды неке қию алдында сіздерге бірнеше сұрақтар қойылады. Қымбатты күйеу жігіт Дәулет, сіз Меруертке адал жар болуға, олардың қиындығы мен қызығына бірге төзуге, болашақ жарыңызды аялап өтуге өз келісіміңізді бересіз бе? Дәулет, саған тоғызда еңбек. Дұрыстап біләлдің ба? Ауызын естейміз ба Дәулеттің? Сұрақты қайдан қойшы керек қарындасы. Қымбатты күйеу жігіт Дәулет, сіз Меруертке адал жар болуға, өмірді қиындығы мен қызығына бірге төзуге, болашақ жарыңызды аялап өтуге өз келісіміңізді бересіз бе? Әрине өз келісімдерді сіздердің қошеметтеріңіз қайда? Құрметті қалыңдық Меруерт, сіз Дәулетке шаңырақтың берік тірегі болуға, махаббаттарыңызды мәңгілік сақтап, аялап өтуге өз келісіміңізді бересіз бе? Әрине өз келісімдерді сіздердің Қошеметтеріңіз келіндеріңізге. Күйеу жігіт, сіздердің некелеріңіз неке және отбасы заңына сай тіркелетін болады. Олай болса сіздерді жас жұбайлардың неке қию кітабына қол қоюға шақырамыз. Қошемет көрсетейік. Құрметті күйеу жігіт пен қалыңдық, сіздерді салтанатты түрде ерлі-зайыпты деп жариялаймыз. Қошемет құрметтеріңіз. Құрметті жас жұбайлар, адал махаббаттарыңыздың белгісі, қос жүрек бір өмірдің кепілі саналар, ол неке жүзік. Олай болса неке жүзіктеріңізді табуларыңызға рұқсат етіңіздер. Осы жерде шабалақтарыңыз алып кетпейді қайта. Ендеше Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының жас отау иелері, өздеріңіздің алғашқы жанұялық құжаттарыңыз, неке қию туралы куәліктеріңізді табыстауға рұқсат етіңіздер. Дәулет бүгін заңды некелеріңізге Жас жұбайлар, жас отауларыңыз мықты болсын, заңды некелеріңіз құтты болсын. Олай болса жастарымызды құттықтап, сендерге әрдайым орын бар, Ақтау төріне қойыңдар, бақытты болыңдар деп Ақтау төріне сіздердің қошеметтеріңізбен шығарып салайық. айқай шуларыңызге. Құрметті ағайындар, ендеше көптен күткен тойымызды бастаймыз. Жастардың тойы құтты болсын, сіздерден әдемі позитив, қошемет тұрыңыздар. Кетті. Dawlet, Merubet,
Шынымен тойыңға сен жалпы? Тіпті настроение жоқ қой ешкімде. Қалай болмай, құрметті ағайындар, давайте бір дәулет үшін, дәулет бақытты болсын дегендер. Давай, қаттырақ бір шапалақ қойыңызшы. Без музыка, қаттырақ, айқайлап, шөлімақ, дәулет көңілі деген ағайындар. Рахмет, осылайда шүкір. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, міне Алланың қалайымен, пайғамбарымыздың сүннетімен, Дорал ауылында марқұм Орал әкеміздің және де осы жерде әдемі болып жүрген Зәуреш анамыздың шаңырағында ұланасы той құтты болсын! Рахмет. Бәрекелді, ассалаумағалейкум, алтын ардақты, күмістен салмақты, қарагөз қарындастарымыз бен ақсақалды аталарымыз, ақжаулықты аналарымыз. Біріншіден, сіздерді келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйел аналар күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Одан келді, алдымыздағы осы 14 наурыз ұлыстың ұлы күні көрісу мейрамымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Жылдан жылға айдан айға аман-есен кете берейік. Келесі жыл дәулеттің баласының шілде ғана тойына келейік деген қошеметпен білдіріп қойсаңыздар уақытта. Құрметті ағайындар, тойымызда жақсылап жақсы көңілге бүгін дәулет үшін, ерлік үшін, ерекше күн, өміріндегі ең ерекше күндердің бірі. Осы ерекше күнін әдемі етіп сіздесіп біздесіп, әдемі ойын күлкі бимен жақсылап өткізейік деген ниет бар. Енді тойымыздың басында тағы бірден ене атанған осы жерде әп-әдемі болып бана той бастардан жүгіріп жүрген Зәуреш анамызды сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырғымыз келіп тұр. Зәуреш мама, келіңіз ортаға. Рахмет. Жалпы дәулеттің білуімше неше ағасы бар? Ұмытып қалдым дейді. 2 ағасы бар. 2 ағасы бар, 3 ағасы бар, ағалар бар ма осы жерде? Үшеуі үйленген ба? 2 келініңіз бар ма? 3 келін бар ма? 4-ші келін ба? 4-ші келін. Ол сопырды екен ол мамада. Ағалар отыр ма? Келіңіз, ағалары, туған ағалары, бауырлары. Мама, не біліп өсірдіңіз? Дәулет бабасы жақты ғой олардың дейтінсіз. Мама, тағы қайда? 3-ші ағасы қайда? Бәркелді, құтты болсын құрметті ағалары, той иелері, құрметті мама, келіңіз. Енді құрметті ағайындар, бұл кісілерді той иелерінің тойдың басында шығарып тұрған себебін, бүгінгі келіп жатырған сіздің қуанышыңызға шынайы ортақтасып кетіп жатырған барша жақындарыңыз осы жерде, сол кісілерге тілек емес, бір қош келдіңіз. Бүгінгі мама, өзіңіз кәдімгі ауыл үлкендері аттарын атап, түстерін түстеп, барлығын бір қош келдің айтсын деген ниетпен ортаға шақырып отырмыз. Бұл айтқанда, бүгінгі кешімізді әдемі етіп сіздер бастап берсеңіздер, сіздер қалай бастайсыздар, ары қарата солай жалғасатын болады. Бұл айтқанда мотивация береміз. Бүгін кешті менің мамамның тойын әдемі етіп өткізейік, бүйтейік, сөйтейік, қош келдіңдер деген кезде, мына жақта барша ағайын айқайлап, шулап, люстра жерге флоу беріп қой, мама былай айтқанда. Естіп па? Давай. Енді мамадан бір әдемі мотивация болсын. Мамадан әдемі бір мотивация болсын. Кеттік ал. Аусын система баба. Осы айта берсеңіз. Так, бір-екі. Ал, кеттік ал. Мамадан әдемі мотивация болсын, тойымыздың басында кеттік. Қош келдіңіздер. Бұл жерде бөтен адам жоқ, туған тумаластар, құрбылар, баланың құрдастары, өзім жұмыстастарым. Барлығыңызда қош келдіңіздер, үйлеріңізде той болсын, дендеріңіз сау болсын, әрдайым бала-шағаңыздың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Біздің тойымызды өткізуге, жақсы қылып өткізу сіздердің қолдарыңызда. Енді осыны жақсы етіп аяқтаймыз. Қош келдіңіздер біріншіден. Ой, рахмет, мама. Біздің мамамыз да жай екен. Одан кейінгі ағамыз, есіміңіз?
Ырзабек, даусыңда бір зор екен. Ырзеке, өзің даусыңды шығарып, бүгінгі сіздердің отбасыңызға, сіздердің қуанышыңызға келіп отырған барша қонақтарға бір әдемі мотивация болса, иә? Құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Тек жақсы той болсын. Рахмет, керемет. Давай, онда былай жасайықшы. Қолына бер, ағамыздың қолына. Набай, мама, аға, екеуіңіз бірге. Давай, осы жерде сіздер шапалақ ұруыңыз керек. Бүгінгі келген қонақтар деймін. Бірге екеуіміз қош келдіңіздер. Бірге, хорошо? Келістік па? 1, 2, 3. Бүгінгі келген қонақтар қош келдіңіздер. Бәрі келді, құрметті ағайындар. Тағы да бір шапалақ ұрып қояйық. Қош келдіңіздер. Сіздерді орындарыңызға шығарып саламыз. Сыртта милициялар жүр екен, сол себепті микрофонды өшіріп тастап тұр, қайта. Давайте, жақсылап, қошеметпен той иелерін орындарына шығарып салайық. Жеткенсіңдер, бата, ойнайтыңдар микрофондармен. Ұрмай екеуміз кеттік. Так енді, құрметті ағайындар, бізді аясаңыздар, мына тамақтар кетіп қалмасын десеңіздер, ортаға назарларыңызды салсаңыздар. Бүгін шынында ерекше той болайын деп тұр. Олай, аусың шығар қатырақ. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі Дәулет пен Меруерттің тойына келіп отқан осында бір топ ауыл үлкендері бар екен. Сол кісілер тоз кезегінен шықса, ағамыз құрмет қошеметпен қарсы алсақ, шапалақтап тұр екен. Енді ауыл үлкендерін әдемі әнмен әрлейтін осы жерде Дәулеттің құрдастары. Өлең айтысасында ауыл үлкендері. Қандай өлең? Давай, көзің көтеретін сіңді. Қандай өлең жасалады? Давай, онда бетеміз. Құрдастары, сіздер ысқырып, айқайлап, шулап, ауыл үлкендерін қарсы аласында келісіп па? Ендеше кезегіне ауылымыздың үлкендерін шақырамыз ағайындар. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Музыка болуатыр деп ойлаймын. Так, Акиматта таныстарыңыз жоқ па? Акимат келіп бір тұрады. Тәгінде, ауылымыздың үлкендері, тәгінде Жәнген, Асықпай өзінің Жәнген өткізелі құрмет ағайындар түсініспеушілік болмасын. Енді мен ауылымыздың үлкендерін әдебиет тілекке шақырдым. Келіңіздер, көрсін жатыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер, ауылымыздың үлкендері. Орнатына келіңіздер. Қыздарыңыз құрметті болсын. Мадалсын тайғы. Келіңіздер, ауылымыздың үлкендері. Дәрігерлер, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, ауылымыздың үлкендері, қош келдіңіздер. Ақжаулықты аналарымыз, ақсақалды апаларымыз. Алғашқы тілек кезегі өздеріңіз бастап, әдебиет тілектерін жалғастырсаңыздар. Ал енді құрметті ағайындар, сіздер сәл сабырлықпен тілек тыңдасаңыздар. Ал бисмилля, кет. Ал жақсы енді. Зәуре, мынау енді жасап атқан Ырзабек, тойларыңыз оң болсын. Мынау енді келін алғанымызға да 10 шақты айдың шамасы болып қалды ғой келінді алғанымызға енді. Ол уақытта ауруға байланысты, жаңа елге келіп атқан соған байланысты жастардың тойын жасай алмай қалып едік. Енді бүгін сәті түсіп сол жасап атырмыз ғой енді. Енді мына бәріңізге де қош келдіңіздер деймін, құрметті қонақтар, құрметті құдалар, төрде отқан. Мына Жара ауылынан келген бірінші, екінші мына Табын ауылынан келген құдағайлар, енді бұрынғы құдағай құдалар бар ғой енді, мына мен жаңаларын айтып жатырмын енді. Ал қош келдіңіздер.
Мынау жақсы болды қайта. Балдардың тойында бәріміздің басымыз бірігіп, бірге отырып жатырмыз. Мына келіп жеткен жаңа жылдарыңыз да құтты болсын. Бір-бірімізден қауышып, көрісіп, мәз болып жатырмыз енді құдалармен. Ал қош келдіңіздер құдалар енді. Мынау енді осы тұрған дейін артынан кіріп, мына нәнесі тұрғанда өздерін көріп отырсыңдар ғой енді. Заман солай болып кетті ғой мынау енді ауруға байланысты. Ал ондай бәледен тез құтылайық енді. Қалыпқа түсек, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына үйленіп жатқан балдарымыз бақытты болсын. Бұл келінімізге енді 1 жылдан бері үйреніп қалдық. Сосын бізге бір түсті бүгін бәрі бір не сияқты. Үйреншік жағдай ұқсап 1 жылдан бері көріп жүргесін. Ал балдарымыз бақытты болсын. Ары қарай енді өсіп өніп, мынау енді орағанымыздың жапырағын жая берсін. Біздің тілегіміз сол ғой енді. Иманды болсын, орағанымызден де енді 6-7 бала бар. Бәрі де аяқтанып келатыр. Қыздар бар, ұлдары бар айту. Құдайдың бергені шүкір айту. Жаңа орында бар, оңалар дейді. Өзі кетіп қалғанмен енді, зәуреге қиын болғанмен енді. Өмір ғой енді, солай болып тұр енді. Иманды болсын енді. Балдарымыз аяқтанып қалды енді. Ең кішкентай бір дәуреніміз бар енді. Бұйырса оны да бір үйлендіретін шығармыз енді көп ұзамай. Бір 10 жылдан кейін. Ал той қыласын ал. Зәуре айналайын ал, той қыласын. Балдарымыз бақытты болсын. Дендері сау болсын ал. Бәріңізге сізге де денсаулық тілеймін ал, құрметті қонақтар ал. Той қыласын. Әмин, рахмет, жалғастырамыз. Ал жақсы тойшы қауымдар, құдағайлар, мына бұрынғы құдалар, қазіргі новый құдағайлар, қош келдіңдер. Мына бүгінгі жайылған Зәурежанның Ағдастарханына қош келдіңдер. Бұл жайылып атқан себебі мына Дәулет жанымның бүгінгі бешірге жайылып атқан несі ғой, тойы ғой, соған қош келдіңдер. Ал жақсы, енді осы отырған тойшы қауым, бәріңіздің де үйлеріңде осындай той болсын, қызықтағандарың бала болсын, тек 2 бала бақытты болсын, мейірманды болсын, шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, босағалары мықты болсын, тек іші сол үйдің үпірлі шүпірлі болсын дегім келеді. Әумин, айтқаныңыз келсін, жалғастырамыз. Құрметті үлкендер, ауыл үлкендері қысқа нұсқа қайырсақ. Ал құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Мына келіп атқан қадамдарыңа гүл бітсін деймін. Мына құдағайлар, қош келдіңдер. Мына ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне қарсы мына 2 баланың тойы жасалып жатыр. Құтты болсын деймін. Дәулет, меруерт, заңды некелеріңіз құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болып тек. Мына ата анаңды бағып тек осыны мәпелеп ағайын тумаласқа сыйлы болып тек. Жақсы бол деймін тек. Дендерің сау болсын тек. Зәуре, құтты болсын бәрі. Ауырма тек. Денсаулық тілеймін сағанда. Той тек той қыласың тек. Той деп келей осы. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Біздің Дәулет баламыз бен Меруерт келініміздің заңды некелері құтты болсын, тойға аласын, табын ауылы, жар ауылы, қош келдіңіздер сіздерде құдалар. Ал Ағзәуре, жасап атқан тойын құтты болсын, балалар бақытты болсын, тек жапырағы жайылып, тек ауылымызда той болсын. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Құрметті Дорал ауылы, келіндеріңіз құтты болсын. Жаңа аттап атқан құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Жар ауылы, табын ауылы. Енді Зәуре, түсірген келінің құтты болсын, құдаларың да құтты болсын. Тек қызық көре бер. Қайнымда бір аунап жатқан шығар. Жапырақ жайла берсін.
әр балаң әр үй бола берсін, тек тіл көзден аман бол, ауырма, сырқама. Дәулет мерует бақытты болсын, ұстасқан қолдары мәңгілік болсын, ұрпақтары көп болсын. Ал жақсы, құрметті той қонақтары, қадірлі де сабырлы ағайын туысқан бауырлар, бүгінгі тойға қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгін мінекей мынау біздің ауылымызда, біздің әулетімізде ақ түйенің қарын жарылып, ұлан асыр той болып жатыр. Сол тек тойға жалғаса берсін. Тек қашанда осындай біз болып, сіз болып, осындай кең мейрамханада тойлап жүре берейік дегім келеді. Ал енді айналайын, мынау балдарым, бүгінгі заң некелеріңмен бақытты болыңдар. Мынау алдарыңнан тұрсын әркез таң күліп, әрине үйленіп үй болу деген заңдылық. Бүгінгі қосылып жатқан екі жас бақытты болыңдаршы, бола беріңдерші мәңгіліктен. Мәңгілік бақытты болып, тек қосақтарыңның қосағы болсы, біздің ауылдың бір шаңырақ болып жүре беріңіздер. Ал енді мына жердегі мына бүгінгі келіп жатқан құдалар, құдағайлар, жаңадан келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Мына осындай тек той сіздің ауылда да жұғысты болсын. Тек осындай сіздің ауылдың тойында тойлап жүре берейік. Ал енді мына құрметті тойшы әлеумет, сіздерде бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызда көптен көп рахмет. Сіздерде де тек осындай ауылда той болсын. Мынау той дегенің қазына ғой, ойласаңыз, қашанда ағайынды осындай тойына келіп сыйласаңыз, өсірген ұл мен қыздың арқасында сіздер де қыз ұзатып, біздер сияқты келін алып қайта-қайта той жасаңыз деген білет, тойларыңыз той қыласын. Ал енді Зәурежан, Дәулет, мына Рзабек інілерім бар межеде. Ал тойларың той қыласын. Қашанда тек осындай қызықтағаның балдар болсын. Осындай тек ағайын туысқаныңмен бөлісіп той жасап жүре бер. Мынау келіннің аяғынан, қойшының таяғынан осы еді ғой арманың, баяғынан Дәулетжанымның тойы деген арманың ғой енді. Сол арманыңа тек жете бер. Осындай туысқаныңмен бөлісіп жүре бер. Ал аман болайық, той қыласын. Рахмет көп-көп, Алла разы болсын. Қосыламыз ба қалғандарымыз? Ауыл үлкендері Алла разы болсын. Айтқан тілектеріңізді Аллах Тағала қабыл етсін. Сіздерге көптен көп рахмет. Бір естелікке анамызды ортаға алып, естелікке суретке түсейік. Одан кейін орындарыңызға бір сәтке жайғасуға рұқсат. Келіңіздер. Музыка жоқ, кәдімгі музыка. Негізі құрметті ағайындар, біз дәл қазір шүкір болып отырмыз. Мына көрші дейтін, вообще светті сөндіртса, ол вообще есікке қарай жақын ба? 80 жас болып жатыр екен, свет сөндіртса, өздері күшті болып отырады. Қабылдасыз. Сондықтан сіздер түсіністікпен қарайсыз деген ойдамын. Жігіттер, ағалар барынша нарықта шешуге тырысып жатыр. Тойымызды әрмен қарай жалғастыра беретін боламыз. Бәрі келді. Қошемет құрмет болсын, Асқатай ауылымыздың үлкендеріне. Рахмет ауыл үлкендері, Алла разы болсын сіздерге. Алайда тойымыздармен жалғастырайық. Тойымыздың басында әдемі ауыл үлкендерінің тегінен кейін Саяла би ансамблі өзінің керемет өнерімен тапсалайық. Кеттік.
Бәрекелді Саяға би ансамблі. Қошемет өздеріңіз болсын, құрметті ағайындар. Бәрекелді, құрметті ағайындар, тойымыздармен жалғастырайық. Енді бізге приказ келіп жатыр. Тілек би тездетіп өшіп тойды соңына дейін. Себебі қиындықтар болып жатыр. Бірақ біз ол қиындықтарға қарамастан, давайте бір дәулет үшін, дәулеттің қуанышы үшін, дәулет бұл тойды тоғыздай күтті. Сол себепті бір поддержкілер қошемет тұрып, айқайлап шулатып, дәулет бақытты болсын деп қаттырақ қошемет көрсетіп қояйықшы. Әке, той дейтін ол көп саған көштаған өтет дегенмен, ол маңызды емес, бұл өмірде ең маңыздысы араларда үй болып кету. Сол себепті бауырым бәрі жақсы, нормально. Давай кеттік, әрмен қарай тойымызды жалғастырайық. Енді мен тағы бір әдемі тілекті бергім келіп отыр. Осы жерде дәулеттің бауырлардың барша нағашылары. Нағашылар бақсыздар ғой, нағашы жиен бөлек. Тек кезегі өздеріңізде, давайте, жеңдің барды қандай дәйкішімен келдіңіздер. Бейден айқайлап, шулап, нағыз нағашыларды көрсеттіңіздер. Кет ендеше, нағашылар жиен бөлек, ортаға көріндеге. Жиендеріміздің тойы құтты болсын. Нағашылар әжен бастайтын сияқты. Әрмен қарай, нақты 3-4 адам сөйлеп, әрмен қарай нағашылар билік деген ұсыныс бар сіздерге. Енді апамыз бастасын, ал бізмеле нағашылардың тілегін тыңдайық. Еңсеп құданың әулеттерінің балдарының мерекесіне келіп атырған дастарханыңыз оң болсын, тойларыңыз құтты болғай. Бұл Еңсеп құданың әулеттер деген үлкен тараған, жапырақ жайылған әулет, бір-біріне сыйлы, бір-бірін сыйлайтын, келіндері де жаман деп айта алмаймын. Ал тойларыңыз құтты болсын, тие берсін. Орақта бір аударылып жатқан шығар, арты аман, балдары үйленіп, өрті кеңейіп, ағзәуре ортасында денің сау болып, тек солай тойлап жүре бер. Тек көп айтатын не бар? Аман болыңдар, осы тек дастархан тойға жайылып, барлығыңыздың да осындай жақсылық той дендерің сау болып, тек тойда кездесе беріңіздер. Аманшылықта болсын, балдарыңыз бақытты болғай. Бәрекелді, Алла разы болсын. Ал құрметті құдалар, Доралаулы, Еркежан, олыңа түсіп атқан келінің құтты болсын. Қуаныштарыңыз ағынан болсын. Құрметті ағайын, тілек тыңдайық, сәл сабырға сақтайық. Бармақтай бағың болсын. Қосағыңмен қосағар, денің сау болсын. Еркежанды әрдайым қуантып жүретін жақсы келін бала болың. Еркежан орақтың көрмеген қызығын, азамат болып кетқан жігіт болған балдарыңмен бірге көріп, қызықтай бер. Қуанышыңызға ортақпыз. Жаңа жылымызда құтты болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Ал жақсал. Ассаламу алейкум, тойшы қауым, Доралаулы. Құтты болсын келіндерің сүріп атқан апа. Құтты болсын келініңіз. Тек сізді бағатын келін болсын. Тек той дастарханда кездесе берейік. Ақжен, Дәулет, құтты болсын құсын қондырған. Шаңырағың тек той болсын шаңырағыңда. Той тойлап, жақсы күнде кездесе берейік.
Ал құрметті қонақтар, Дорал ауылы түсіріп атқан келіндеріңіз құтты болсын. Зәуре апа, келініңіз құтты болсын. Сіздің осы үйіңізге судай бақ, тастай бат судай сіңсін. Ал бөле қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Бақытты бол тек. Бақыттың ішіне бәрі кіреді ғой. Тек денсаулықтарың мықты болсын. Көп балалы шағалы осы Зәуре апаны қуантатын үлкен азаматшалар дүниеге келіп, солай көбейе берің, өне берің. Ал сол үшін ал. Бәрі келді. Нағашылар, жиен бөлелер, жиендер сөйледі ма? Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Ал, тойымыз құтты болсын, оң болсын. Ал, Ардәулет, келін. Бақытты болыңдар жандарым, аман болыңдар. Балдарың көп болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Ал, мен туған жиенімін, бір ән айтып беретін. О, міне, бәрі келді. Жиеніне арнап ән айтайын деп жатыр ал нағашысы. Ал, бисмилля. Ау. Домбыра студио. Айтты бәрі. Иә, келіңіз, домбыраңызды құшақтап. Әудемейтін қазақ жоқ. Ау, суретке түсесіздер. Ал, нағашылар, жиен бөлелер, айтқан тілектеріңізді Алла Тағала қабыл етсін, рахмет. Сіздердің де ауылдарыңызда осындай керемет той болсын. Енді бір естелікке жақсылап суретке түсейік. Одан кейін Дәулеттің нағашысының керемет арнауы бар екен домбырамен. Ал, сурет естелікке. Алғақты ұйықтама. Рахмет, анамызды құттықтауға рұқсат. Келіңіз, нағашы. Нағашысының керемет арнауы бар. Одан кейін барша қонақтарын құрметте, барша жиен, бөле, нағаштарын құрметте ортада әсем би билейтін боламыз. Жиен, сіз жиенсіз, Дәулеттің жиені есіміңіз? Дәулеттің жиені азаматтың орындауында күй бар. Ән дейді. Ай, бәрі келді. Нағашылар, әнге қоштау болыңыздар, шапалақтарыңызды аямай ұрып отырыңыздар. Ал, жиеннің әнін тыңдайық, бисмилля. Ағалар туралы бір ән айтып берейік қауымымыздан. Кейде бір ағалар туралы. Білеттеріміз қос болу керек. Нағашы ағалар маңына жүреді. Алланың алдында
жүк болсын деп жатырмыз ағайындар. Дәулеттің шеніне бір ерекше қошеметтеріңіз болсын. Сіздер үшін, сіздердің көңілдеріңіз үшін. Нағаштың тойын көтеріп, шашбауын көтеріп, әдемі ән шырқап жатыр. Ал, жүк болсын. Ал, келесі тойларда ағайын жүргеннен, сонан кейін көктемде үйленемін ән айтып. Бәріміз кішкене қосылып, шауып беру керек ағайын. Бір-екі микрофонды жөндейік. Рахмет. Ал енді, құрметті қонақтар, мен қасымда бір жігіт бар еді жүргізіп тұрған. Келіңіз, Нұрлыбай, сізді бері қарата шақырамыз. Ал енді, құрметті қонақтар, тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Мен енді қазір бүгінгі шаңырақ көтеріп жатырған, бүгін біздің ортамызда жұлдыз болып, жұлдыз деген келіспейді сияқты. Нән жұлдыз болып отырған, Дәулетті бір орыннан тұрғызым келіп тұр. Дәулетке бір қошеметтерді Рахмет, тойымыз енді басталды. Құрметті ағайындар, Дәулет настроение түсіп кетті деймін. 9 ай өтті бұл тойды. Дәке, настроение қалай? Жоқ, оған микрофон керек емес. Анадай денеден. Қалай? Дауыс шықпайды менің. Дәке, настроение қалай? Нормально ма? Бәрі жақсы ма? Той жалғастырамыз ба әрмен қарай?
болды. Давай, кеттік ал, Дәулетте. 1, 2, 3. Ой, сәл азайтпейін. Сенен қалыңыз, оғыр дауыс күтіп тұрып біз. Алдын шеш мүмкін, кедергі болып тұрған жағдай. Штангы көтерген сияқты шешканда. Штангы көтеріп атқан кезде айқайлайтын ғой, дәл солай кәдімгі. Мойныңды ағып кішкене, нормально болды. Мойнның ортасына келіп, мойныңды ағып кішкене. Мерует бір-екі рет шым жіберші. Сен үйренгенің қуанышыңды осы жерде көрсет. Қолыңды жай қаттырып дауысын шығар. 1, 2, 3 деп. Молодец, міне, Дәулет ағай, дәке, молодец. Дәке, жалпы, білемісіңіздер, бізде Дәулет, мына жерде қалаларымыз отыр екен. Күйеу балаларыңыз, мына неден бөлек, штангіден бөлек бимен айналысар. Барлығы білет, алдағы уақытта оны көре жатамыз. Дәулет биші еще. Жігітке жеткенерге аз дейді. Енді құрметті ағайындар, қазір былай жасайық, біз Дәулеттің қандай жігіт екенін біз білмесек те сіздер жақсы білесіздер. Қазір Дәулеттің бір мәртебесін өсіріп, Дәулеттің қандай жігіт екенін білеміз. Ол үшін Дәулет қандай жігіт деген сұраққа сіздер жауап беруіңіз керек. Әрине Д әріпінен басталу керек. Дәулет қандай жігіт? Давай, әдемі комментарий айтқан ханымдар мен мырзаларға әрине сыйлығымыз бар. Кетіп бастаймыз. Дәулет қандай жігіт? Дәулет допинг қабылдаған жігіт. Құлашылар, бірден. Қайынжұртына жақын екен. Қайынжұрт бермін. Қайынжұрт бірден атып тұрды. Кеттік, Жәке. Дәулет деген дәу жігіт. Білмей жатыр едік, иә. Дәулет дәу жігіт деп жатыр. Ал кеттік. Дәулет дерсті жігіт. Молодец, Дәулет дерсті жігіт дейді. Рахмет. Штангы көтереді, сол тегерсіз де ол. Бізде бар. Құлы жігіт деп жатыр, Дәулет. Давай. Ой, сол қаны жігіт болды. Кет жапол. Бұнан емдейтін сәрсен қожаға бар. Давай, Дәулет қандай жігіт? Д әріпінен деп отыр. Д әріпінен. Ау, қандай? Дәулетті. Сосын? До, дешеш. Ол не дәрменді дейтін? Дәрменді деген күшті бір мағынасы ғой. Гидарлы жігіт? Гидарлы жігіт. Бәрі келді. Осы бір құрметтеріңіз. Әдемі. Бұл бізде маман жұмыстасыздар бұл. Молодец. Давай, кеттік. Тағы. О, келіндер. Келіндер айтайын деп жатыр Дәулет жайлы. Дәулет дерсті жігіт. Жақсыны орға апарым сұрышына. Құлақты емдейтін. Дәулет қандай жігіт? Нағаштар. Бар нағаштар? Дәулет қандай жігіт? Қандай жігіт? Қандай жігіт, да? Әжем айтам деп отыр. Дәулет қандай жігіт, әжем? Әдемі жігіт қой. Әдемі жігіт қой? Ей жан әже. Сізге аумайды екен. Меруетте біліп тұр ма күйге шығатын адамдар. Дәулет әдемі жігіт дейді. Әжеміз айтып отыр. Шапалақтар ма? Дәулет қандай жігіт? Добрый. О, еще добрый, да? Дәулет Бельский добрый деген айтқан келіспейді сондай. Давай. Доп-домалы? Жек қойғың келе ма? Андай ек алып кезде жекте құрттары бар ғой, капчырымды сол сияқты қандай. Шынымен доп-домалап дейді. Мерует ренжіп қалған. Давай, кеттік. Жалғастырамыз. Дәулет қандай жігіт? Дәулет бүгін бақытты жігіт нағыз. Бүгін бұлай емін нағыз? Дәулет Боралдың жігіті де тағы ағайындар. Бар ма тағы? О, міне. Сосын кісі? Боралы деген не ғой? Боралы. Боралы көп естілмейтін рулардың бірі. Давай, ұжымдастарынан.
арманы орындалып жатқан шымыр ер жігіт дейді Дәулет. Так, барынша әдейі. Дәулет қандай жігіт? Жұмыстастар көбірек біледі ғой. Красавчик. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз тойға. Дыдан бастау керек, комплимент. Дара жігіт. Ара жігіт дейді. Міне, мен осыған қоссам, Дәулет дара жігіт. Көп жігіттердің білемес деген мағынада, иә? Қошемет құрметтеріңіз бар ма Дәулетке? Әркелді. Енді Дәулет, сен үздік комментарияны анықтайтын боласың, сол адамға біз сыйлық береміз. Дәулет, саған қай комментария қатырақ ұнады, көбірек ұнады саған? Дәке? Маған айтпай халыққа микрофонға чүштің құлағын айтпай, давай. Именно қайсысы? Назар мамам жігіт. Кімдікі? Жазық мама қайсысы? Жазық мамамдікі? Өзіне, рахмет, өзіне ондай тұр, әдемі жігіт дейді. Әдемі жігіт деп айтты мамамызда. Мамамыз кішкентайса, мамамына бір жігіт тұрса. Әже, балаңыздың атынан сыйлық 8 мартта. Былай берейін демейді осы. Келінге тасайды бәрі жатты. Қазір қайын жігіттің астында жүр. Бермеп қалайсың, нормальсың ба? Алдында қойда бүгін үшін келін қалайсыздар? Давай енді Дәулетке де комментарий айттық. Келіндеріңіз де ренжімесін, келіндеріңізге де бір әдемі комментариялар айтып, мерейін үзіп қойып, Дәулет орнына отыра беруге рұқсат. Келесі кезекте Меруерт қандай келін және де қандай қыз? Мына әріптен кеп Меруерттің құрбылар бастайды сияқты болады. Сыйлық береміз ең әдемі комментарияда. Жәке өзі бастайды деп жатыр. Жәке бүгін сыйлық алуға кетпейін дейді маңайын. Кеттік. Біздің қыз маңдай қыз, маңдай кең. Маңдай кеңейген көрініп тұр. Маңдайында бесік бағы бар. Маңдай. Дәулет, саған дереске бизнес бар. Ана жерде нанен. Маңдай кең бұйырса бір кәпіш салып сатайын деп жатыр. Дейте ойлар. Әркелді. Бұл әркелді. Меруерт. Жұмыстастар. Олады? Мейірімді. Мейірімді, сосын. Мейірбан, сосын. Болды ма? Ау, кім? Меруерт қандай? Молодец. Молодец деп Меруерт. Молодец, ішінде бала естіп тұр. Анадан келді. Меруерт мақта мощный. Не сметmiş ki sonra? Мощный. Мощный. Махаббат адам. Көп жерде екеуі бар. Мен тұратыш қалауылымда болдым мен. Кеш тұрш. Меруерт, мынау сен бүкіл секретті білесің бе? Бейшті бір жігітпен жүрмейді. Дәулетпен ба? Меруерт танылап Дәулетпен жүр. Оларға 2015 Дәулетпен жүр қосайды. Махаббат адам деп айтып білейін, одан бастап. Siz өзіңіз 5 жылдың ішінде 5-6 тонна ауыстырдым дейсіз ба? Ойлап махаббатқа адал болыңыздар. Бәрекелді, махаббатқа адал деп жатыр. Әдемі. Тағы бар ма? Бар бұл. Меруерт, келіндеріңіз. Бар ма, жігіттер? Танымайтын адам тамақ жеуге келген мынау. Тамақ жеп кетеді бір очкилі адам пакетке тамақ салып тұрады. Абайларыңыздар. Болды деймін. Мына жақта мамамыздың жұмыстастары тағы бар екен. Меруерт, бәрі қосыңызшы жаңағыларды. Меруерт момын, моншақтай, махаббаты мықты. Мейірбан, махаббатқа адал, моншақтай, маңдайлы. Общем, былай айтқанда, Дәулеттің жолы болды ағайындар. Осындай
әдемі сұлу келіншек алатырып, Дәулет сенің маңдайыңа екен, ендеше біз меруеттен қай комментарий қаттырақ ұнағанын сұраймыз, және де оған сыйлықты табыстаймыз. Ал меруеттен сізге кімнің қандай комментарийsi ұнады? Кім апаң кім? Бәргелді, Жадыра апамның комментарийsi ұнады, моншақтай делген. Солай ма? Давай бітейші. Нұрғымай, сен бір сыйлықты бұл құдашаны білеміз. Бұл құдаша тойдың сәнін келтіріп жүрген әнші құдашамыз. Жадыра ханым сізді ортаға мына сыйлықты алуға келіп шақырып келіп тұр. Давай, құдашаны бере! Енді құрметті ағайындар, барлықтарыңыз жалпы бойда жүрсеңіздер, жалпы білетін шығарсыздар, бұл Жадыра ханымды бүкіл Маңғыстау таниды деп ойлаймыз. Бұл кісінің дауысы енді бұлдай, қазір жанды дауыста бір керемет ән сұрағымыз келіп тұр. Жадыра ханымнан микрофонды ұсынамыз, құдашада әдемі ән болсын. Тамай кет. Акапелла. Ажарың ашық екен, атқан тағыдай, мол екен екі ай көзің, жаққан шамдай, анамнан сені тапқан, айналайын, көріп Керемет сөзсіз мықты, Алла разы болсын сізге, Жадыра ханым. Сіздің өнеріңізді білеміз, бүгін таңғалдырудан жалықпас, керемет сыйлық сізге. Жадыра ханымға бір ерекше қошемет тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Енді тағы бір әдемі тілектің кезегі келді дейміз. Ол әрине байырғы құдалар, қыз беріскен барынша құдалар, жаңа құдалар емес, байырғы құдалар және де табын ауылына келіп жатырған, олар да жаңа құдалар есебінде сіздерді ортаға әдемі тілекке шақыратын боламыз. Және де оған қоса көршілерді де әдемі тілекке шақырамыз. Келіңіздер, әдемі әсем биімен, әдемі көңіл күймен. Қыз дескен құдағайларымыз ортада тек-тек өздеріңізге келіп жетті. Ал бісміллә, құрметті ағайындар, құдаларымыздың тілегін тыңдайық.
тойға келген тойшы қауым той құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Мына келіп жеткен жаңа жылымызда құтты болсын бәрімізге. Құдағайлар, Зәуле құдағай, Ырзабек, тағы кім еді жаңағы. Құда балдар, бәріңізге де келін құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, екі бала бақытты болсын. Кішінің басынан сипайтын, үлкенді сыйлайтын жақсы келін болсын. Зәуле құдағайдың тек қолын жылы суға, жаңағы аты кім еді кішкентайдың. Дәурен үйренгенсе, құдағайды жақсылап бағатын келін болсын енді. Ассалаумағалейкум тойшы қауым, құрметті қонақтар, құрметті құдағайлар. Мынау бүгінгі 2 жастың тойы құтты болсын. Осы 2 жас атаған қадамдары құтты болсын, шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, терезелері тең болсын. Әрдайымда жүздерінен қуаныш күлкісі арылмасын. Мынау құдағайымызға қызметі бұйырсын. Мынау құдалар төрден алған орындарын құтты болсын. Мынау барлық осы тойшы қауымдар наурыз айы мерекемен толы мерекелерін құтты болсын. Мынау келе жатқан наурыз мерекесі бәріңізге құт береке. Дастарханымыз әрдайым тек нанға, аққа мол болсын. Дендеріміз сау болсын, тек осындай қуанышта тойда жүре берек. Құтты болсын Зәуре құдағай. Әрқашан шаңырағыңызға келсек тойға келейік. Ендігі келесі бас қосуымыз әлдей той болсын. Қадамдарың 2 жас құтты болсын, ақ отаудың еңсесі мықты болсын, ата-ананың бұрышын ақтаңыздар, махаббатты мәңгіге сақтаңыздар. Ал тойшы қауым, ал құдалар, мына бүгін ең балдарыңыздың бақытты күні, үйлену тойлары құтты болсын дейміз Зәуре құдағай. Үйлеріңізде әрқашан той болсын. Мына балдарыңыз, 2 балдарыңыз бақытты болсын. Ал мына тойшы қауым осы келіп жатқан мына қазағымыздың дәстүрлі мына наурыз мерекесі келе жатқан құтты болсын. Кеше өтіп кеткен амал мерекесі де құтты болсын. Құдағайлар, құдалар, мына әрқашан үйлеріңізде той болсын. Жинаған тергендеріңіздің бәрі тойға бұйырсын. Той және құтты болсын. Құрметті құдағайлар, бүгінгі тойымыз құтты болсын, 2 бала бақытты болсын, бақытты болсын. Мына құдағайымызға осы көрсуге алып келген кішкене сыйлықтарымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етсеңіздер. Мына Табын ауылының атынан, Мырзабек пен Светаның атынан. Енді ол сыйлық келгенше мен де сізге сыйлық табыстайын. Бұл сыйлық жаңа күштетіп бастадыңыз ғой, әдемі. Бұрын неке қиған жоқсыз ба? Күшті таппақ жатта болыпты, құдағай. Бәрі келді әдемі сыйлық құдағайыңызға, я? Келе қойыңыздар. Түркмен базардан алған шампандарды алып келіңіздер. Ортаға шығарып беріңіздер. Көрейік не беріп атқандарыңызды. Зәуре құдағайымызға білезік, наурыз мерекесімен құтты болсын. Ой, керемет, қандай білезік, қандай шапалар, қандай. Ал енді құрметті құдалар, құдағайлар, енді жаңа басында тамақ айтып кетті ғой, енді
жатқан тойымыз мынау наурыз мерекесіне ұлыстың ұлы күніне тұспа-тұс келді деп. Осы жерде енді құдалармен де көрісіп қалып жатырмыз. Мынау Зәуренің мына жердегі құдағайларына көріске арнаған сый-сияпаттары бар екен. Соны табыс етейін деп жатырмыз. Ал сый-сияпат табыстау болса, Ақмағет құдағайына пальто. Пальтоңыз құтты болсын, құдағай. Көктемде пальто киген қандай күшті. Енді мынау қырмыздың енесіне де сондай пальто. Ортаға қарай келсеңіздер. Пальто. Енді мына Ақмағет құдағайның үйінде құдағаларымыз бар, құданың орындары. Соның сырт киімі жаңа бар еді, шықпай қалды мына жерге. Құда балаға дефактіден алды кәсіпкер етпе. 30 мыңға. Жоқ, қателеспеңіз. Әзіл ғой. Прикол, прикол. Енді мынау қызымыздың атасына құдаға сырт киіміміз бар, қабыл алғысы келбетті. Сосын осы жерде күйеу баламыз бар еді. Ол қайда кетті екен, мынау сол жігітке. Сосын екі құдағайға күміс білезігі бар екен Зәуренің. Соны тағыңыздар. Мәссаған, екі білезік құдағайларыңызға деп жатыр ағайынды. Мен қандай күшті. Алтын базарда роза дейтін апа сатты 800 мыңға. Бір шүдеуі. Айта берейін, кім біліп отыр? Болды ма? Дәулеттің тойын баста естетейік ағайынды. Дәулеттің кең адамы келсін, тойын ақылшылығы. Барлығы өзіңіздің сый-сияпаттарыңызды табыстап болдыңыздар ма? Бәргеді, рахмет, Алла разы болсын. Енді құрметті құда-құдағайлар, бір естелікке сыйлықтарыңызбен бірге акиматқа отчет табай тұрайық, бір әдемі естелікке сөйлетке түсіп алайық. Келіңіздер құдағайлар. Қазір осы жердегі бір құдағайымыздың керемет ән шашуы бар екен, ол дайын болам дегенше бір естелікке сөйлетке түсейік. Жақын тұрайық. Келіп тұрсын көзіңнің алдымдайла, үнсіз қалдым мәңгілік. Келіп тұрсын құлпырып балғын жайна, күліп аяқ өзіңнен. Бәргеді, рахмет, Алла разы болсын. Құдалар, құдағайлар, орындарыңызға бір сәтке жайғасуға рұқсат. Дәл осы сәтті пайдаланып, құрметті ағайындар, біздің ұлымызға жаңадан келіп жатырған құдаларымыз, жаңадан келіп жатырды деп айтқанымыз бір түріші. Жаңа құдаларымыз 9 ай бұрын ауылымызға түскен меруерттің барша ағайындары осы жерде отыр. Жаңа ауылынан келген қонақтар, құдалар, сіздерді қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Кеттік ендеше. Жаңа ауылға! Қазақтың жері кең, құдалар. Қазақтың жері кең, меруерттің маңдайы сияқты да
Жақындаңыздар, жақындаңыздар. Қорқып тұрсыз, акимат қандай емеспіздер. Келіңіз, келіңіз, құдалар, былай қарай жақында тұрсаңыздаршы, мына жақта кең ғой. Иә, ортаға қарай. Ал, біздің ауылымызға келіп жатырған Жар ауылынан келген құдалар, тек кезек өздеріңізде. Ал, бисмилля, кеттік ал. Ал, құрметті құдалар, бәріңізде қош келдіңіз, қош көрдік. Бүгінгі амал күнімен қиюластырып, көріспенен ұйымдастырып жатқан мына балдардың естен кеш жақсы деп жасап жатқан тойлары оң болсын. Той қыласын, балдар бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, дендері сау болсын, ауыздары бір болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Біз осы балдарменен қуанамыз ғой. Балдардың, құдағай, құдалар, құдағай, мына балдарың бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, өссін, өнсін. Сіздің шаңырағыңызда әр уақытта осындай тойлардың жалғастарын көре берейік. Құда-құдағайлар, ауыздарың бір болсын, әр уақытта сіз біздеп сыйласып жүре беріңдер. Ал той қыласын. Мен өзім таныстырып өтейін, мына бүгінгі біздің мына Меруерт қызымыздың әкесінің туған ағасымын. Ал той қыласын. Мен рахмет. Жалғастырамыз. Ал Доралы ауылы, мына беріп атқан тойларыңыз құтты болсын. Құдағай, тойыңыз ұзағынан болсын, мына 2 жас бақытты болсын, өніп өсіп, өмірлі шөбірлі болсын, ауылыңызға тойға келейік, үлкен отбасы болсын, сіздің де денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаң, бала-шағаңыздың ішінде қызықтап жүре берің. Микрофон жақындатып, қаттырақ. Ал, құрметті Доралы ауылы, құдалар, құдағайлар, бүгінгі мына Зәуре құдағай, бүгінгі беріп атқан мына тойларыңыз оң болсын. Барлығыңыздың кешегі өткен 8 март әйел қыздар күні, бүгінгі кешегі және де наурыз 14 мерекелерің амал күні құтты болсын бәріңіздің де. Ал, енді бәріңізге осындай той тілеймін. Ал, балдарымыз бақытты болсын өмірде. Тек аман болайық. Басқа не ал дейміз. Тек той үстінде той бола берсін енді. Басқа айтарым жоқ енді. Аманшылық болсын, тек денсаулық тілеймін бәріңізге. Бір. Жалғастырамыз. Болдық па? Ал қыздар сөйлей қойыңыздар. Ал бүгінгі Доралы ауылы, бүгінгі жасап атқан тойларыңыз оң болсын. Құдағай, балдар бақытты болсын. Тек денсаулық тілеймін. Осылардың қызына тоймай жүре берің, қызықтап. Болдық па, құдағайлар? Ал Дәулет, Меруерт, бақытты болыңдар. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең, іші тек балалардың үні естілсін. Осы ауылдың үлгілі сүйкімді келіні бол. Бақытты болыңдар. Мына өзіміздің Меруерт сіңліме апалары мен жеңгелердің атынан сырғамыз бар еді. Соны табыстауға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Ағайындар, тыныштық. Бүгінгі міне көптен күткен ұлан асыр тойларыңыз құтты болсын. Жастарымызға айтатыным бақыт тілеймін сіздерге. Үйлену оңай, үй болу қиын деген бар. Саналы жастар бұл сөзді ұғып бағамдар. Қол сөзден сынды, қос тағдыр бүгін қосылса, жарасым тауып жасалар ізгі қадамдар. Өмір жолында серік боп ылғи сәттілік, шамшырақ сынды жетелей берсін тәтті үміт. Беу қарақтарым, алтын тойды да тойлаңдар, отауларыңнан қуаныш кетпей, бақ күліп. Дәулет, Меруерт, бақытты болыңыздар. Махаббаттарыңыз баянды болсын. Ай, рахмет. Соңғысы болсын, ал жақсы. Манадан айтылған көптің тілегі қабыл болсын. Ал Зәуре, бүгінгі екеуміздің қос балапанымызға бақытты болсын тек. Соны қызықтап атырық, тек осы балдардың қызығын көріп шаршамай тек жүре бер, ауырма. Азғантай сыйлығым бар еді, саған табыстауға рұқсат. Зәуре, құдағайға алтын сақинам бар, ыршын.
Арышжан Құдашаға күмісім бар сосын. Зәуре Құдағайға алтын сақина, Арышжан Құдағайға күміс сақина деп жатыр. Құрмет, қошемет болсын ағайындар. Рахмет. Болды, біздің ауыл жақтан сыйлықтар онда ештеңе жоқ қой, бәрі ағайыннан. Болды. Келіңіздер, естелікке суретке түсіп алайық. Бар ма? Общение бар ма? Ал жақсы. Құрметті құдалар, жаңа айтып өттік қой енді, Наурыз мерекесіне тұспа-тұс келдік деп. Енді мына Зәуре құдағайыңыздың сіздерге арнаған сыйлықтары бар екен, соларды табыс етеміз қазір. Құдаға сырт киім дейді. Құдамызға костюм шалбар, куртка, пальто. Құдағайға пальтомыз бар. Құдағай пальто Құдағай емес, Мейірбек қызымыз пальто киінді. Құдағайға күміс білезігіміз бар. Күміс білезігінің және бар. Ағайын қошемет аямайық. Құдағайға күміс білезігіміз бар. Мына жерде тұрған жас құдашаларға сыйлықтарымыз бар. Табыс ете беріңіздер. Құдағайларға, жас құдашаларға сыйлықтарымыз бар, өте көп. Алыңыздар. Башықын, Маңғыстаудың келіндері қараш, камзолмен, орамалмен, Африканың келіндері қандай. Жалғастырамыз. Болды ма? Бай шіркін. Қазағымыз алғанымыз білесің, тек осындай сыйлық сессия қатысуы біздің қазақта башына. Ал құтты болсын сыйлықтарыңыз, құдалар. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Екі жаққа бірдей болсын. Сіздердің қызметтеріңіз де болсын. Ал енді естелікке бір суретке түсейік. Құдағайлар болып. Болды ма? Суретші жігіттер, фотограф жігіттер. Ал, давай бүгін суретке қарамыз. Сыйлықтарыңызды апарып, қайтадан ортаға бірге шықсаңыздар болады. Ал енді құрметті ағайындар, осы жерде әнші құдағайымыз бар еді жаңа. Восточный ән айтам деген. Ой. Ал енді құрметті ағайындар, тойымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құдағай сіздерді билетеді, барлығыңыз орындарыңызда тұрып, сіздер үшін сіз жалғастырасыздар. Бүгін сіздер үшін керемет ән салатын құдағайыңыз кеттік ендеше. Қошыңыз орындарға бейгін шақырамыз. Жырыңның жаны
You're my soul.
орындарыңызға жайғасайық. Сіздердің құрметтеріңіз үшін биді көбірек жіберіп жатырмыз. Енді үлкен асымыз дайын болып деп жатыр. Орындарыңызға бір сәтке жайғасыңыздар. Одан кейін үлкен асымыз алдарыңызға келетін болады.